Сәлем достар! Біздің Кукавика арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Қуанышгүл және біздің Бегім. Достар, видеоны ары қарай көрместен бұрын біздің Кукавика арнамызға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, бізді қолдап кетіңіздер. Достар, бүгін біздің арнамызда дәл қазір қызықты челлендж. Сәлем достар. Бүгінгі біздің челленджіміз су ішпе, су ішсең ұтыласың. Бүгінгі біздің челленджіміздің ұтыскеріне, яғни кім ұтатын болса, сол адамға басты біздің сыйлығымыз 10.000 теңге. Кім егер ұтатын болса, соңына дейін баратын болса, сол адам 10.000 теңгені алатын болады. Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі челленджімізде кім жеңіске жетеді, кім соңына дейін ұтылмай осы 10.000 теңгенің ұтыскер атанады деп кімді ойлайсыздар? Комментарийға міндетті түрде жазып қалдырып кетіңіздер. Достар, сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Челленджімізді бастаймыз ба? Бүгін бізде мінекей көріп тұрғандарыңыздай пицца, болонез, печенье, бізде мына жақта самса, и одан кейін барып бізде тіпті малина. Достар, өздеріңіздер көріп тұрсыздар ғой, біз өте құрғақ заттарды алдық, әдейі осы челлендж үшін. Мысалға мына печенье өте құрғақ, ана малина болатын болса өте тәтті, одан кейін точно су ішкім келеді ғой ше. Одан кейін пицца, бұл да құрғақтау, и самса, қарасаңыздар көлемі үлкен еще ше. Көреміз енді кім жеңіске жетеді екен. Бастайық. Ал онда кеттік достар, бастаймыз. Сен істейсің ба? Мен самса жеймін. Mana самса қорқытау екен шынымен ше. Уже күйіп бастаған. Қойшы енді істедің ғой жаңа ғана. Ешкімге қарамын. Достар, мен негізінде су көп ішетін адамым ғой былайша өмірде ше. Енді 0,5-ті бір ішкенде ішіп қоямын, Мен уже су ішкім келіп жатыр. Мен де. Самсаны жеп баған. Самсаны жеп бастаған осы ғана ғой, еще мен уже су ішкім келіп жатыр. Жаңа еще видео түсірмей тұрған кезде де шөйтіп тұрғаным ғой. Видео соңында көретін боламыз енді. Кім соңына дейін до конца барады екен. Пицца құрғақ екен. Bravo. Түйі бар. 10.000 теңге алып тұрады. Оның теңгесі ұтсам істейсің? Әлі бөлмеймін. Оның теңгесі ба? Білмеймін. Пока ешқандай жоспарлаған жоқпын десейін. А вдруг жоспарлап қойып ұтпай қалсам ше? Оңай қалады ғой кезде. Қолаты ше, дәл көз алдымызда еще мұздай болып, аппетитті ашып тұр ғой ше. Бізге қарап мені іші деп тұр ғой. Мен вообще құрағыл. Ішпейін деп алдым. Достар, мен уже түйіліп жатырмын мен.
Su içkim bir otur. Dostlar, kimdi жеңеді деп ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарий жазып, қалдырып кетіңіздер. Біз достар сіздер үшін біз тырысып жатырмыз. Бізді қолдап кетіңіздер. Міндетті түрде лайк, біздің арнамызға тіркеліп. Мына печенье вообще құрғақ қой. Жүз ма? Вкусы? Что ж дала была? Малина жеңеді. Вообще шутить не жалуюсь. Ja. Aspirina? Бля, достар. Мне негізі. Айта береді дейм, а? Мен вообще суды көп ішетін адаммын ғой негізі. Бай. Су ішкім кетті менің. Пятьдесят минут болды уже, иә? Сыныпта оқып қалдым, мен уже кәдімгі уже ше. Қатты су ішкім келіп тұр енді достар. Давай тоқтама. Негізі суды көп ішетін адамға қиындау екен. Шайды да көп ішетін, суды да көп ішетін адамым ғой. Мен де су ішетінмін ше. Pişiriyorsan ya. Sonra da. Pişirsin var. Pişirsin. Arkadaşlar sen. Tam senin. Saya. Sushi? Söylüyorsan sushi ver. Hazır bir şey var. Sen sushi kutlatın bize. Onun tengeni men жеңемін. Koyalım. Su ішпей қанша уақытқа дейін шыдай аламын деп ойлайсың? Қатты ұзақ емес, қазір кеште. Мә достар, шыдамаймын ондай конца. Hadi böyle alalım. Bence sushi paramount. Şöyle oturayım. Yavaş bak. Ne? Men sushi qo'ysam sen qon ediyorsun. Печенье, на печенье вообще құрғақ достар, өте құрғақ. Şimdi sana vurma. Ya. Мен жері алмашы деп отырмын. Су ішкім келіп отыр. Өстіп ұтыла салайын ба? Ал достар, ұтылдым мен өз. Мен су ішкім келіп отыр, мен шыдай алмаймын. Мен шынымен де шыдай алмаймын. Болды, мен су іше беремін. Күшті. Честно. Вау, күшті. Блин, су
Слушай, күшті екен ғой, иә? Суды көп ішетін не дейді? Суқор дей ма? Мысалы, шешесінде чайкаман деп айтады ғой. Соқор дегенді білемін, суқор дегенді. Вот, мен сондай адам ғой, суды ұзақ не істей алмайды екенсің ше. Бұл ма? Мөттің ғой, да? Шамалы андай деген болмай ма? По-свойски, шамалы андай қызым жолы жіңішке деп бере салып болмай ма? Ойын ғой. Достар, бүгінгі біздің челленджімізде Бегім жеңіске жетті. 10 мың теңге ұтып алды. Берілмеймін дейді ғой. Мен негізі ойлаған тұғым Бегім жеңіп қалатын шығар деп. Өйткені Бегімде былайша менен де аз ішпейді суды ше. Суға тем более еще ондай шыдай бермейтін адам ғой ше. Бірақ бүгінгі ойында до конца барды ғой ше. До конца барды. Пиццаны жеді, суши, пшенайты жеді, малинтаны жеді, самсаны жеді. Соның өзінде шыдап барды ғой ше. Мен уже осылардан кейін, екі печеньеден кейін уже шыдамай қалыптым ше. Печенье өте қатты құрғақ қой мынау деген. Бұны біреу жеген екен, уже кәдімгідей су ішкім келіп кетеді ше. Мен де қатты ішкім келді. Ойынның аты ойын. Ұтқым келді. Шыдадым. Ал 10 мың теңге ұттың ғой, не істейсің ал 10 мың теңге? Білмеймін. Әзірге білмеймін. Достар, бүгінгі біздің челленджіміз сіздерге ұнады деп ойлаймын. Біз сіздер үшін тырыстық. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Бізге комментарий жазып, лайк басып, біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, бізді қолдап кетіңіздер. Ұсыныстарыңызды, біздің арнамыздан қандай видеолар көргілеріңіз келетіндігін ұсыныстарыңызды міндетті түрде комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Иә, біздің арнамызда алдағы уақытта өте қызықты видеолар көп болады. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Иә, достар, онда келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.